12 жасқа толған балаларға арналған. Күйкі тіршілік кейде жігеріңді құм етуі мүмкін. Сонда бойдағы сенім серік болады, күш-қуат, жігер береді. Ал жігері мықтының сағы қандай сынаққа да сынбайды. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде жігер хабары. Жігерлі деген сөз жүрегіне түскен жараны жұртқа сездірмейтін. Жаны жалғаннан жұдырық көрсе де, жылуымен жанын сақтаған нағыз рухты адамдарға айтылса керекті. Тағдыр тәлкегіне түссе де, тегеуріні мықты, темірдей төзіммен қатардан қалмай, қаранарлық күш көрсетіп жүргендер қаншама. Қазіргі қоғамда мүгедектерге деген көзқараста өзгерген. Өздерін мүгедек деп мүсіркегенді, кембағалы деп кемсіткенді қаламайтын жігер иелері қоғамның толық мүшесі екендігін мойындатып қойған. Тезі қатты тағдырдың басқа салғанын сабырлықпен көтере білген Қарлығаш Нұрмұхан қызы бүгінгінің батыры. Есімдегі Қарлығаш, 82 жылы туылдым. Қызылорда облысы, Шелектен районында. Семьяда 4 баламыз. Ағам бар, бізден 2 әпкем бар, бір Иисус'ым ең кішкентаймын семьядан. Папа, мама врач, екеуісінде. 30-40 жылдай врач болып жұмыс істеді. Енді қазір пенсияда. Сол жалпы семьяда мен енді туылғанымда негізінде қалай мен алшармайық болып туылдым, дүниеге келдім. Алшармайық болып туылдым. Сосын докторлар ол кезде алшармайыққа прививка салмайды, олар бірақтан прививка салып жүрді. Содан осылай аяғыма осложнение болды. Сөйтіп осложнение болып қалған соң мама мен папа қанша емдетті. Енді қолдарынан келгенше емдетеді ғой. Емдетті, сөйтіп осы неге еттік. Содан гастрольге тұрдым, гастрольмен жүрдім, жалпы өстім. Сосын мектепке бардым. Мектепке барғанда өкінішке орай мен ауылдық жерде өскен соң бізде специальный школа болған жоқ, маған үйге келіп оқытты. Аптасына 2 рет. Сөйтіп мен 9 класты бітірдім. 9 класты бітірген соң сначала мынау кооперативный техникум бар, соған түстім. На базе юриста, заңгер мамандығы. Одан кейін высшыға түстім, Жұбанова. Соны бітірдім. Содан кейін жұмыс істей бастадым ғой, алдымен Орсудта жұмыс істедім. Молодежный практикамен. Сосын департаментта жұмыс істедім. Белсенді болып. Жастармен қарым-қатынас нетіп, осы обществоға дамуына балайынша үлесімді қосып жүрдім осы неде. 2016-да тұрмыс құрдым. 2016-да тұрмыс құрдым. Қазір 2 балам бар. 2 қызым бар. Біреу 6-да, біреу 5-те. Күйеуім сол 9 жыл Қызылорда облысы. Туып өскен Қармақшы деген районда. Таныстық, табыстық, түсінді. Мен ол кісіге өзім жайлы айттым. Осылай, короче, мен өтірік алдамаймын, осындаймын деп. Бар болмысымен қабылдады. Ата-анам ең басында мен тұрмысқа шығуыма қарсы болды, өйткені олар қорқты. Мен өйткені осындай адам болғандықтан қалай семья болады екен, не болады екен. Мен ол кісілерді түсінемін, ең басында ренжідім. Енді қазір өзім ана болғандықтан уже ол кісілерді түсінемін. Көптеген кісілер қарсы болып біздің екеуміздің табысуымызға, үйленуімізге. Бірақтан қазір Құдайға шүкір бәрі бір-бірін қабылдап, тума-туыста бәрін шүкір етіп жүрміз енді.
семья болып, бақытты болып. Кішкентай қызым, үлкен қызым қазір менде биге қатысады, таэквондоға қатысады. Кішкентай қызым да сол таэквондоға қатысады. Мен оларды айтып, кішкентай волонтер деп өткенде, олар әрдайым маған көмектесіп жүреді. Негізінде күйеуім де қай кезде болса да көмегін аямайды. Өмірімен қасымда, қанша қиыншылық болса да, қанша тума-туыстары айтса да, ешнәрсеге мойын бұрмай, мені қабылдаған үшін мен ол кісіге өте ризамын. Солай бақытты ана деп есептеймін, бақытты әйел деп өзімді. Енем бар, мама деймін ол кісіні. Ол кісі үлкен кісі, 70-тен асқан, 78-де қазір. Ол кісі ауылда, қайнағам бар, қайнағамның қолында. Негізінде менің күйеуім 7 ағайынды, менің күйеуім ең соңғы. Енді қайын жұртта қабылдады ғой. Әрине біріншіде үйін салмады, қиындығы болды. Енді келін деген өзінің міндетін атқару керек, бірақ өкінішке орай мен атқарамадым. Соған байланысты көптеген қабылдады, бірақ іштерінде әттегендіктері болды, әрине, бірақ қазір бәрі жақсы. Қайын жұртыма ешқандай да өкпем жоқ. Қайта маған осындай жігерлі да мықты ер жігітті мама дүниеге алып келгенге өте қуаныштымын. Менің қолдаушым деп есептеймін негізінде. Есептеймін, білем да, түсінем да. Қандай маған қиыншылық болса да, қасымда өмірі жүреді. Енді өмір болған соң әр түрлі жағдай болады ғой. Өмірде бәрі де болады, бәрін жеңіп шықтық деп ойлаймын. Оны шырғалаңы мен бұрғалаңы көп жолдар көп сүріндірді, бірақ өмірден түңілдіре алған жоқ. Ол жығылып жатып та жалғаннан тек жақсылық көруге ұмтылды. Мен өзім ананы ала алмаймын деп тұрған жоқ. Мен тырмысып болса да, қалай болса да оны алатым негізінде. В любом плане мен маған алып бер деп өйтіп айтпайтын. Бірақтан уже подростық кезде, подростық болмайды, 17-14 жасымда мен уже қыздарға қарап ойлана бастадым да, неге олар жүреді, неге мен жүрмеймін, сол деген мені жүрегіме қатты бататын, бірақ мен оны ешкімге айтпайтым, жүрегімде сақтайтын да. Сосын жайлап осы Ақтөбеге келгенде уже өзім сияқты адамдарды көрдім да, өзімді қабылдай бастадым. Енді қазір білем, сол балалық екенін, бірақ та мамаға мен неге отырам, аналар неге олар жүреді деп, еш уақытта ондай сөз айтпайтын. Мен диагнозым негізінде туылғанда ДЦП болып туылдым мен. Өзі Советский Союз, ондай қатты мына қазіргідей ем-дом жоқ. Тек қана 97 жылы мен Ақсайға барды, аяғыма операция істеуге. 2 сіңірім тартылып қалды. Соған операция істеді 12 жерден. Сондай енді папа өз қолынан ходунке жасады. Сонымен жүрдім. Ол кездерінде ходунокта жоқ қой қазірде. Өз қолдан ходунок жасайды, өз қолдан велосипед жасайды. Папа мен үшін плотник болып кетті. Я папасы мені осы аяғыма тұрғызушы, я болмаса осындай қалыпқа келтіруші. Мен үшін бәрін істеді. Мен ата-аналарыма өте ризамын. Даже көптеген жастық пен қателіктерді істеген болмаса да, мен ата-анаға өте ризамын. Мені дүниеге алып келген ата-анама.
қазір мен мысалы ата-аналармен жұмыс істеп жатырмын, олар келеді айтады, ой мен балама не істеймін, ем жоқ, ешқандай ем жоқ. Мен айтамын, сіздерде көптеген условия бар. Қазір көптеген больницалар ашылып жатыр, возможность бар. Құдайға шүкір, государство жоқ дегенде көмектесіп жатыр, шама шарқысына келмейін. Возможность қолымызда не бар, сонымен тайталасып, баланы тұрғызуға ұмтылыңыз деп айтамын, негізінде. Бірақ көптеген ата-аналарға шынымды айтсам, қарным ашады. Мен балам осылай, мен балам. Баласын шын айтқанда кукла құсақта отырғызып қойып, көптеген ата-аналар көрсетпейді, обществоға шығармайды. Обществоға шықпаған соң бала ол туралы ешкім білмейді, ол туралы ешкім естімейді. Бала ешқандай обществоға бейімделмейді. Ертең шын айтқанда, орысша айтқанда, әшейін как подоконниктағы растение сияқты болып қалады. Мен қазір қатты айтып отырған шығармын, бірақтан егер қазір қатты айтпасам, осы сіздердің бағдарламаңызды пайдаланып, мені көптеген естімейді, көптеген ата-аналар. Мен мысалы бірнеше шара ұйымдастырдым. Сонда да дені сау балдар алып келсек бола ма дейді. Мен айтам, оларды да алып келіңіздер, бірақтан мүмкіндігі шектеулі баланы тоже ұмытпаңыз. Ол да сіздің балаңыз. Сіз оны дүниеге келтірдіңіз. Солай емес пе? Сол себептен надо же бір баланы ойлап, бір баланы қоюға болмайды, ол баланың кінәлі емес, мүмкіндігі шектеулі болғандығы. Мы с Карлаш познакомились 2 года назад, когда хотели организовать свое общество с инвалидностью. Но так получилось, это благодаря, конечно, обществу Алаш и акимату городскому нашему, Астанинскому, что они ее трудоустроили к себе в акимат. Она сейчас именно занимается, так как сама является мамой тоже 2 детей, и сама является инвалидом с детства, она это сейчас именно все делает для мамочек, которые воспитывают детей с инвалидностью. Это близкая для нее тема, и она старается, я смотрю на нее, она всю душу вкладывает в это свое, как предназначение, наверное, скорее всего. И у нее это получается. Она несколько уже организовывала таких мероприятий, на которых я была. И я желаю ей только счастливого пути или удачи, наверное. Ну и я думаю, что наши мамочки, многодетные мамы, я думаю, они видят все это. И надеюсь, у них сложится хороший тандем. Басқа түссе баспақшыл дейді қазақ. Арбаға таңылса да арманынан қол үзбеген, өмірден сәулелі сәт іздеген кейіпкеріміздің қоғамдық жұмыстарда да, еңбекте де білегін сыбанып белсенділік танытып жүргені көпке аян. Қай істе де асқан жауапкершілікпен жемісті жұмыс жасайтын кейіпкеріміздің өмірде бағындырған биіктері көп. Мынау алысқан ең бірінші мен осы жұмысқа келгенде, қоғамдық жұмысқа белсенді болып, шараларға қатысып, мүмкіндігі шектеулі балдардың мамаларымен жұмыс істеген үшін Ақтөбе қаласының әкімі мені марапаттады. Бұл мен баяғы 24 жасымда, студент кезімде не болып жүргенде курстарға қатыстық. Участвовать еттім, үйде отырмайтын, неше түрлі курстарға баратын. Сол кезде курсқа қатысқанда офис менеджер оқу оқып, сол кезде алған мен жетістігім. Әлде де көптеген жетістіктерім бар. Әлде де мен өмір айтамын, жетістіктеріммен мақтанбаймын, мен тоқтамаймын деп, мен тоқтап қалсам, как будто өмір тоқтап қалғандай болады. Сол себепті еш уақытта тоқтамайтын барысында өмір активны болып жүретін. Енді жас кезімді айтсам, қазіргі кезімді осы сондай ғой, енді өмір активны, өмір шаршамаймын. Осы салада жұмыс істегеніме ризамын. Әлде де жұмыс істей беремін.
шамам жеткенше көмектесуге тырысамын. Мен үкіметке маған бер деп масыл болып отырғым келмейді. Керісінше мен өз үлесімді қосқым келеді. Қарашпамен біз сонау 2019 жылдан бастап таныспыз. Бізде Рамаданова Гүлфайраның тағы бір жеке өзінің проектісінде Қарашпада болды жалпы. Реал фотостудиясы болған кезде Қарашпа сол өзінің бақытты сәттерін қыздармен келіп, сол фотостудияға келіп, жалпы қыздармен бірге әдемі естелік суретке түскен болатын. Сол сәттен бастап жалпы таныспыз. Қателеспесем, ол кезде Қарашпа юстицияда жұмыс жасап жүрген кезі. Содан бері мен жалпы Қарашпаны танимын. Астана ауданының әкімдігінде бірге жұмыс жасап отқанымызға бір 2-3 айдың уақыт болып қалды. Жалпы соның ішінде апалы сіңлілі, әрі мен нағашы апам болып шықты. Өзінің дегеніне жетпей қоймайтын, межелеген күні, межелеген уақытта сол бір нәрсе болу керек деген сияқты өзінің алға қойған жоспарларын міндетті түрде орындауға жауапкершілікпен көбіне әрбір алған ісін жауапкершілікпен атқарады. Сынақты тағдыр жолында салы суға кетпей, 12 мүшесі сау адамдардан басы бозып, белсенділік таныту рухтылардың ғана қолынан келетін іс. Қарлығаш Нұрмұхан қызы тағдырдың пешенесіне жазғаннан сабырбен көтеріп келеді. Кеудесі өртенсе де күліп жүретін, қайтсе де белсенділік танытып білегін түретін, өмірді осыншалықты сүйетін батырды қалай құрметтемейсің? Есентаева Қарлығаш жарты жылдай уақыт болды. Осы біздің Астана ауданы әкімшілігінде қоғамдық қызметкер болып келіп жұмыс істеп жатыр. Өзі қоғамға деген, жалпы жұмысқа деген белсенді, үйінде отырмай, өзі жұмыс істегісі келіп, осы іс-шараларға қатысқысы келіп, көмектескісі келіп, біздің Астана ауданы әкімшілігіне келіп қазір қоғамдық қызметкер болып жұмыс істеп жатыр. Өзінің отбасының қолдауымен, біздің қоғамның қолдауымен қазір жақсы жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар Есентаева Қарлығаш қолына іс келетін іскер келіншек, өзі шағын суреттер салып, сонымен қатар тігінмен айналысады, белсенді, қайсарлы қыз бала. Өзі мүмкіндігі шектеулі жан болса да, ол өзінің мойынсынбай, қайсарлығымен, жұмысқа кешікпей, кеш қайтып, сондай іскерлігімен танылып жүр. Өзі осы бізге де, жаңағы қызметкерлерге өзінің іс қағаздарына көмектеседі. Сонымен қатар мүмкіндігі келген шектеулі жандарға өзінің қалай жұмыс істеу керек, және де қоғаммен қалай араласу керек кеңестерін жиі айтып, қоғаммен тығыз қатынаста жұмыс жасап жатыр. Мен осы Астана район әкімшілігінде жұмыс істеймін, қоғамдық қызметкер болып. Осы істеген шаралардың барысында біріншіден әлеуметтік қорғау мәселесіне бірнеше шараларды өткіздік. Мұны мен істеген шаралардың жетістігі істегенмен бір 5 айдың аумағы болса да көптеген шараларды өткіздік. Енді бұнымен тоқтамаймыз, әлде де көптеген шаралар болады, алда деп ойлаймыз. Жұмыс істеп жатырмыз, талпынып жатырмыз. Мен өзім мақсатым кішкене балдарды осы жарыққа шығару, олар үйде отырып қалмау дегендей сияқты. Ең бір мақсат бірден көп ата-аналар оны түсінбейді. Көп ата-аналар жалпы өзінің балдарын, дені сау балдарды байқайды, кішкене мүмкіндігі шектеулі балдар сыртта қалады. Сол себепті менің мүмкіндігі шектеулі балдарға акцент қылып, осындай шараларды ұйымдастырып жатырмын. Астана әкімшілігінің көмегімен жалпы жұмыс істеп жатқан жайым бар. Бұл жұмыста мен негізінде, как бы сказать, бұл жұмысты негізінде мен рухани жағынан өте қатты мықты жақсы көріп кеттім. Өйткені бұл жерде ең бастысы кішкентай балаларға көмектесу, осыларға
кішкене болса да жаңағы күлкі сыйлау, мұқтаждығын ұмыту, жалпы что олар ерекше жан деп есептемей, өздерін полноценный жан деп есептесін деп мен сол қызықтығы сол кішкентай балалармен жұмыс істеу. Хобби менің сурет салу болған кезінде. Мен өзімнің выставкам болған музейде. Выставкам болды, музейде қанша бір выставка қалдым. Оны орайын мегада мен суреттерім сатылды. Мен сол бисермен айналыстым, бисерден картиналар жасадым. Это была доза мужества, правда. Қазір же онда қойды, менде қазір не жоқ. Мен тағы хоббиға қайтып келем ба деймін, бірақ оған да әлі уақыт жоқ, өйткені балаларым кішкентай. Сосын кезінде коляскамен бимен кішкене айналыстым. Коляска үшін. Негізінде өзім бос отырғанды жақсы көрмеймін. Бос отырғанның кезінде де мен өзіме бір занятие тауып аламын. Айналасына абыройлы, ұжымына сыйлы кейіпкеріміз тағдырлық жолда қадамыңды сүріндірер тас кездесе, тығырықтан шығар жолды көрсетудің кеңесімен бөлісті. Менің де айтарым, қандай өмірде қиыншылық болмасын, қандай өмірде, енді өмір деген өмір әртүрлі ғой. Мысалы, өмірде қиыншылық болды, көптеген адамдарды білемін. Уже бетіп шаршап кетеді, өмірден түніліп кетеді. Сол кезде мен оларға айтар едім, еш уақытта өмірден қол үзбеу керек. Біріншіден. Екіншіден Алла тағалаға сенімдерін жоғалтпау керек. Мен соның постоянно, мысалы, менімен кішкентай кезімде кішкентай қыздар ойнамайды менімен жаста. Өйткені олар жүгіріп жүреді, мен отырамын, оларға қызық емес менімен ойнауға. Сонда да мен оларға тайталасып барып бірге ойнайтым. Жоқ, мен бірге сендермен ойнамай болмаса, ойыншықтарымды апарып береді, менімен ойнаңдар. Сөйтіп, как тайталасып өмір сүрдім. Енді тіптен өмірден түніліп кеткен адамдарға айтар едім. Маған қарап, өмірге түнілмеңіздер, біз сияқты адамдарға мотивация алу керек. Өмір деген, өмірге бір-ақ адам келеді. Адамдығын жоғалтпау керек қой. Қазіргі адамдар өте, енді қатал десем де болады. Өте жүректері негізінде қатал болып кетті. Біздерге, біз сияқты адамдарға. Бірақтан біз өзімізді аяндар деп айтпаймын негізінде. Бізге аяныш қажет емес, бізге тек қана понимание, қолдау, түсінік қажет болды. Мойымау керек, қандай қиыншылық болса да адам мойымау керек. Ал тек қана алған жүре беру керек, сол кезде бәрі дұрыс болады. Ол тағдырдың тәлкегіне ұшыраса да өмірді арта тұтатын, мейірімді жүзімен, отты көзімен, сізбен бізге бұл сынақ деген сөздің мағынасын ұқтыратын, тіршілікті жан тәнімен сүйетін жан. Берілген сынаққа сынбай, мұңды сәтте мұқалмай, айналасындағыларға өмірді қалай бағалау керектігін көрсетіп жүрген Қарлығаш Нұрмахан қызының бүгінгі аты жігер. Себебі ол жанына шуақты да, қуатты да бойындағы жігерден алады. Ал жігері мықтының жүрегі қашан да жақсылыққа аңғар.